Менің студентлік хақығым бар, маған бақыруға хақыңыз жоқ. Студентлік ақығыңды біледі екенсең, студентлік вазифаңды да біл. Мен сенің пайдаңды ойлап айтып жатырмын. Ұстазға деген хүрмет біздерде ұсындай ма еді? Шәкіртлері тапсырманы орындамаған уақытта қызыл шыбықты дұзға батырып табанларына ұрғанда да ұстазларға үлкен хүрмет, іззет көрсетілген. Ұстазды көрген шәкіртлері бір әріп үйреткен ұстазыңа 40 жыл сәлем бер көз қарасында оларды ұлы мәртебеге бөлейтұғын еді. Ол уақытлары ілім, білім алу құны да жүда жоғары болған. Біз алыс өтмішке емес, жақын тарихқа қайтсақ. Уалейкум ассалам. Контракт төлемегендер. Асқаров. Қожаниязов. Құдайберген. Қане, тез аудиторияны босатамыз. Жинап папкілерді. Контрактларыңызды төлеп болмай тұрып қайтып келуші болмаң. Қане. Маған қараң. Сізлер созиып жүре бермей тез-тез төлеп тасылаң, яқшы ма? Ізіңізден бұйт біздер жүрмек күйіп түсіп. Осындай жағдайдан соң бұл студентлер мен оқуымды давам ете алар ма екенмін деген қорқынышпенен аз да болса да үміт бар ғой деп үйлеріне қарай жол алатұғын еді. Мүмкін бе ұстаз? Кел, Асқар. Ұстаз, қош. Контракт төлеуге үйде жағдай жетіңкіремей тұрып еді. Соған... Онда Асқар академиялық демалыс алуың керек. Жағдайың келгенде оқырсаң. Маған арзанды жазып бер. Сонымен боссаң. Қайғырма балам. Барып жұмысқа жайғасып, бірінші айлығым саған жіберем. Контрактын төлейміз, Құда қаласа. Жүр. Оппа. Аға, Ал балам. бұл мал сатпасақ болмай жатыр. О не бала? Ұстазым, контракт пұлын сөйлемесеңіз, оқуға келмей қойың деп жатыр. Мәйлі балам, şu жалғыз сауын серіміз сөйді. Сүт қатықтың ләжі болар. Şu серді қалаға барып сатты, тез оқуға қайт балам. Бұл жақын тарихымыздағы инсанлардың ілім алу жолындағы ұмтылыстары еді. Ал әзіргі күнде біз ілім алу үшін не істей аламыз? Нелерді құрбан ете аламыз? Ешектің жүгі жеңіл болса жатаған келеді дейді. Мүмкін әзір ілім алу жолындағы машақатлар азайып, жүгіміз жеңілдескеннен кейін біз де жатаған болып бара жатырған шығармыз. Тілекке қарсы Инстаграм тінткілеуге тауылған уақыт сабақ даярлауға табылмай жатыр. Тикток тінткілеуге табылған інті білім алуға табылмай жатыр. Сұрау. Мемлекетіміздің берген имканиятларын, ата-анаңыздың білдірген сенімін қай дәрежеде ақылап жатырсыз? Біз кітап оқып көзі шаршаған ұламалардың телефон шұқылап көзі ауырған зүриятлары болды.